Hazırғы tanda Kur'an-ı Kerim'de muzikалық аспаптармен сүйемелдеп оқыған видеолар тарқалуда. Бұл нәрсе шариғатта тыйым салынған. Kur'an-ı Kerim'de muzikалық аспаптармен сүйемелдеп оқу бұл харам шариғатымызда. Ulamalarımız айтады, Kur'an-ı Kerim'de muzikалық аспаптармен сүйемелдеп оқу бұл Kur'anға деген құрметсіздік, әдепсіздік болады. Өйткені Kur'an-ı Kerim ешқандай қолдауға, қуаттауға ол мұқтаж емес. Ол Аллаху Субхану ва Тааланың түсірілген бұл хақ кітабы. Жаратушы Аллах Таала бүкіл жаратылыстан қандай ұлы болса, Kur'an-ı Kerim әлемдегі бүкіл сөзден сондай ұлы. Kur'an-ı Kerim'de біз атам қазақ ғасырлар бойы құрмет қылып келгенбіз. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадиси шәрифінде айтады, Құранды дауыстарың менен көркемдеңдер. Адам өзінің көркем дауысы менен, оның тәжбиттеріне, оның тоқтайтын жерлеріне, оған көңіл бөліп, оның мағанасы менен мазмұнын жүрегіне сіңіріп, ақылымен жүргізіп оқса, сонда мына Раббымыз айтқандай, Пайғамбар алейхиссалам көрсеткендей шариғатқа сай болады. Сонда алып қашты сөздерді қою керек. Бұны муфтияттан сұрадық, фатуа, ондай фатуа шыққан жоқ. Жала деген өте жаман нәрсе, бұл сөзді тарқата бермеу керек. Ата бабамыз қалай Құранды құрметтеп келсе, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы солай құрметтеп алып бара жатыр. Аллаху Субхану ва Таала бәрімізге тура жолмен жүруімізді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.